Армысыздар қазақ елі. Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Отбасы, бала-шаға шүкір ма? Мен де жаңағыдай бейне жазбағаныма көп болды. Өзім ауырыңқырап қалдым. Қатты тұмауратып. Сондықтан айып етпесіздер. Қазіргі түсіретін бейнем бұл осы соңғы кездердегі тынбай шулап атқан Чоколаевтың дауы. Өздеріңіз білетіндей, бұл 3-4 күн бұрын ресейлік айтишниктердің алдында жаңағыдай Рамиль Мухаряпов деген Чоколаевтың бастығы, егерде клиент қазақша сөйлесе, ол бір ұлтшылдық есептеледі, немесе бір мәдениетсіздіктің түрі деп есептеледі деп өз пікірін айтқан болатын. Сол үшін тілінен тайынып жығылды десе болады. Енді мен де өз көзқарасымды қалай десе болады, енді білдіргім келеді. Қанша дегенмен қазақ болып үндемеу енді бір дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан қазір қарап көрейік. Сәлем достар, сіз кешегі видеоның бір бөлігін көрдіңіз. Ең алдымен барлықтарынан кешірім сұрағым келеді. Ешкімді ренжітейін деген ниетім болған жоқ. Дұрыс айтасыз. Қазіргі кезде сіздерді өте мұқият тыңдау керек. Жарайды, онда видеоны көре тұрайық. Не болыпты ол жақта? Жаңағы сөйлеп отқан кім? Қазақтың тәтесі ма, бой жеткені ма, кім? Енді сол отырайық, сол енді. Не обижайтесь, жаңағыдай с пониманием отнеситесь, көңілдеріңізге алмаңыз. Енді болмағалы, енді намшық болса тізерлеп отырып кешірім сұрайық. Ойбай, кешіріңіздер, Қазақстанда қазақ тілі бар екен, естиміз. Біріншіден, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі. Екіншіден, біз оларға Ресейден біз жаққа қаш деген жоқпыз. Поэтому, опять же, это можно принять, но да, но это не от большой, как бы, тоже культуры, да, то есть... Осындай кезде әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қойшы жоқ, қамшыңмен осып жіберейін десең, түрмеге кетесің. Кімге ренжисің енді? Білмеймін, енді ана жоғарыда отырғандар көріп отқан шығар енді. Бірақ оларға да сенім жоқ. Что хочу сказать? Я для начала хочу извиниться перед всеми, кого видео задело. Я его пересмотрел. Действительно, было очень грубо и резко сказано. Ну, короче, понятно все с тобой, Равиль. Мы тебя услышали. Точнее, весь казахский народ. Я думаю, в дальнейшем такое не повторится. Я говорю специально на русском для тех, кто прибыл из России, и для тех граждан Казахстана, которые считают Казахстан частью Российской империи. Я говорю, это сепаратизм, это шовинизм. За это есть статья. Так что не надо здесь межнациональные там розни делать, анау-мнау. Если не нравится, пожалуйста, берите чемоданы, езжайте в Рашку. Там вас с удовольствием ждут. Тем более мобилизация.